Жаздың соңғы айы еді. Ауыл сыртындағы ескі аланда бұрыннан тұрған алтыбақан бар болатын. Қазір ешкім бармайды. Тек ескі ағаштары сықырлап, жел соқса өзінен өзі қозғалып тұратын. Балалар күндіз де сол жаққа жоламайтын. Себебі үлкендер күн батқан соң алтыбақанға жақындамаңдар деп үнемі ескертетін. Бір кеште 4 дос, Нұржан, Еркебұлан, Сая және Мөлдір сол тыйымды тексеріп көрмек болды. Барлығы 17-18 жаста. Қорықпаймыз деп өздерін батыр санайтын. Ауыл адамдары бәрін әсірлеп айтады, деді Еркебұлан. Видеоға түсіріп салсақ, контент болады. Түнде барамыз ба, деді Мөлдір. Я, сонда эффект болады, деді Нұржан күліп. Сая ғана үндемей тұрды. Сен қорқып тұрсың ба, деді Мөлдір. Білмеймін, анам кішкентайымнан алтыбақан тек ойын емес деп айтатыны. Сол есімде тұр. Сағат 11-ге таман олар фонарь, телефон, камера алып ауыл шетіндегі алаңға қарай жүрді. Түн тыныш еді, иттер де үрмейді. Аспанда ай жартылай ғана, жарығы әлсіз. Алаңға жеткенде алтыбақан қара көлеңке болып тұрды. Ағаш тіректері қисайған, арқандары ескірген, бір орындық сәл қозғалып тұр. Жел жоқ болса да, міне сендердің ужас деп күліп камераға қосты Еркебұлан. Олар жақындады. Ағаштан ескі иіс шығады. Дымқыл иіс. Бірінші кім отырады, деді Нұржан. Мен, деді Еркебұлан батырсынып. Ол отырып аяғымен итеріліп тербеле бастады. Арқан сықырлады. Созылып қиналғандай дыбыс шығарды. Дыбысы жаман екен, деді Мөлдір. Монтажға суперзвук, деді камераға қарап. Кенет Сая тоқтап қалды. Тоқтаңдаршы, тыңдаңдаршы. Не? Деді Нұржан. Біреу сыбырлағандай болды. Жел ғой, деді Еркебұлан. Жел жоқ, деді Сая. Сол сәтте алтыбақан өзі қаттырақ тербеліп кетті. Еркебұлан аяғымен итерген жоқ. Ей, мен итерген жоқпын, деді ол күліп. Бірақ дауысы сенімсіз. Тербеліс тоқтады. Түсіп кет, деді Нұржан. Мен отырып көрейін. Ол отырды. Басында жай қозғалды. Сосын кенет артқа қатты тартылғандай болды. Ей, деп айғайлады ол. Біреу итерді ме? Артында ешкім жоқ. Мөлдір телефон фонарін жақты. Жер бос, ізде жоқ. Болды, жетеді, деді Сая. Видеоға түсірдік, ең бастысы енді кеттік. Сол кезде камера экранына Еркебұлан қарап тұрып қатып қалды. Жігіттер, мынау кім? Қайда, деді Мөлдір. Камерада артында тұр. Барлығы экранға үңілді. Кадрда алтыбақан Нұржан отыр. Ал тіректің жанында біреу тұрғандай бұлыңғыр көлеңке көрінеді. Адам пішінді. Бірақ олар тіріде ешкім көрмеген. Олар жарт бұрылды. Ешкім жоқ. Жоқ, қазірде тұр ғой, деді Еркебұлан сыбырлап. Экранда көлеңке сәл жақындағандай болды. Сол сәтте алтыбақан бос тұрса да өзінен өзі қатты тербеле бастады. Арқан шыңғырып сыңғырылды. Мөлдір айғайлап жіберді. Кеттік. Олар шегіне бастады. Бірақ Сая орнында тұрды. Тоқтаңдар, қараңдар. Не болды тағы, деді Нұржан ашуланып. Орындықта біреу отыр. Алтыбақанның қараңғы жағында ай сәулесі түспеген тұста шынымен бір пішін отырғандай көрінді. Басында жоқ еді. Бұл әзіл емес, деді Еркебұлан. Мен жақындамаймын. Пішін жай тербеліп отыр, ал арқан өздігінен қозғалып тұр. Кеттік дедім, деді Мөлдір. Олар бұрылып жүре бастағанда арттарынан баяу ән естілді. Ескі ауыл әні сияқты. Балалар алтыбақан тепкенде айтатын баяу әуен. Бірақ дауыс қараңғылықты және де қорқынышты. Саяның көзіне жас келді. Бұл әнді менің әжем айтатын. Жүгір, деді Нұржан. Олар ауылға қалай жүгіріп кетті. Еш қайсысы артқа қарамады. Үйге жеткен соң тыныстары әрең түзелді. Видеоға қараңдар, деді Еркебұлан. Олар жазбаны ашты. Басында бәрі қалыпты. Сосын кадрда алтыбақан
Нұржан отыр. Артында көлеңке анық көрінді. Бұл жолы бұлыңғыр емес. Адам, ұзын шашты қыз. Ескі көлікпен. Бізде онда ешкім жоқ қой, деді мөлдір сыбырлап. Видео жалғасады. Келесі секундта қыз камераға қарап тұр. Көзі тым қараңғы. Сосын экранда бір сәт кедергі болып дыбыс шығады. Кезекпен бәрін. Видео сол жерде үзілді. Келесі күні олар бұл туралы ауылдағы бір қариядан сұрады. Қария үндемей тыңдап отырды. Ол Алтыбақанда бұрын бір оқиға болған, деді ақырын. Көп жыл бұрын бір қыз жоғалған. Тойдан кейін жастар түнде Алтыбақан тепкен. Қыз соңғы болып қалған. Үйіне қайтпаған. Тек аяқ киімі ғана табылған. Арқанына ілініп тұрған. Кенесі ше, деді Сая. Табылмаған. Полиция, деді Нұржан. Ескі заман, бәрін жапқан. Сол түннен кейін олар Алтыбақанға бармауға келісті. Бірақ оқиға бітпеді. Үшінші түнде мөлдір оянды. Терезеден сыртқа қараса алыста. Ауыл шетінде бір нәрсе қозғалып тұр. Тербелгендей, ырғалғандай. Алтыбақан бағыты. Телефонына хабарлама келді. Бейтаныс нөмірден видео. Ол видеоны ашты. Қараңғы кадр. Алтыбақан жақыннан түсірілген. Біреу отыр тербеліп. Камера баяу жақындайды. Отырған өзі, мөлдірдің дәл өзі. Бұл мүмкін емес, деді ол сыбырлап. Видео соңында сен келмей кеттің деген сыбыр естілді. Таңертең ол достарына айтты. Ешкім сенген жоқ. Кешке қарай Нұржанда дәл сондай видео алды. Онда ол өзі тұрды. Бір апта бойы әрқайсысына сондай видеолар келді. Әр видеода біреуі Алтыбақанда жалғыз тербеліп отыр. Соңғы хабарлама Саяға келді. Бірақ бұл жолы видео емес, аудио. Ескі ән, артынан сыбыр. Бір орын бос. Сол түні Сая жоғалып кетті. Үйінен шықпаған, бірақ бөлмесінде жоқ. Терезе жабық, есік іштен құлыптаулы. Тек телефоны үстелде тұрды. Экранда соңғы ашылған файл видео. Видеода Алтыбақан. Таңға жақын уақыт. Тұман бар. Бір емес 4 орындық тербеліп тұр. Үшеуі бос. Біреуінде Сая отыр. Қозғалмай тік қарап. Камераға баяу басын бұрып сыбырлады. Түнде Алтыбақан деп